Алматылық Юлия Нұртазина 41 жастағы бауыры Бақытжан Нұртазиннің Спутник V вакцинасын салдырғаннан кейін үйіне барып, кенеттен қайтыс болғанын айтады. Бақытжан екпенің екінші бөлігін алған. Қазаны дәрігер салғырттығынан көреді. Оның сөзінше, марқұмның денсаулығы күрт нашарлаған сәтте жедел жәрдемде кешіккен. Его обратно продолжило рвать, позывы, все говорят. Ол құса берген, содан кейін есінен танып еденге құлап түскен. Адам жедел жәрдемге хабарласа бастаған. Жалпы ол екпеден келгенде анамнан 140/90 деген қан қысымы дұрыс па деп сұраған. Анам оның көтеріңкі қысым екенін айтқан. Ағам екпе салғанда қан қысымым жоғары болды деген. Демек дәрігерлер әуел бастан екпені кейінге шегеруі тиіс еді. Қайтыс болғаны туралы куәлікте жүрек талмасы деп жазылған, бірақ ол ешқашан жүрегім ауырды деген емес. На сердце он никогда не жаловался. Бақытжан Нұртазинді бүгін туыстары ақтық сапарға шығарып салды. Олар істің ақ-қарасын анықтағысы келеді. Осы оқиғадан кейін қайтыс болған азаматтың жақындары полицияға арыз түсірген. Жәбірленуші тараптың адвокаты дәлелдемелер анықталып жатыр дейді. Жәбірленушінің өкілінің айтуы бойынша, інісін жарты сағат вакцина салғаннан кейін жарты сағат медицина қызметкері жанында алып отырмаған, оған жаңағы бақылау жүргізбеген, яғни інісі вакцина алысымен далаға шығып кеткен, үйіне кетіп қалған. Жедел жәрдемде кешуі бар, ол кешіккенде одан кейін жаңағы жедел жәрдемнің берген құжаттарында кішкене сәйкес келмейтін мәліметтер бар, оның бәрі де тергеу кезінде анықтаймыз. Қайтыс болған азамат 3 мамырда вакцина салдырған жер нөмір 3 қалалық емхана. Мұндағы қызметкерлер толық ақпарат бермейді. Вакцина салдырған сәттегі азаматтың жағдайы қандай болды деген сауалды жауапсыз қалдырды. Сот медициналық сараптама қорытындысы шықпай, ештеңе айта алмаймыз дейді. Қазір съемка ешқандай болмайды. Себебі біз кеше адвокатский запрос келді, юристпен сөйлестік, бүгін де бәр документін тапсырдық. Әлі патолого-судебно-медицинский экспертизаның заключениесі жоқ. Как только получим заключение судмедэкспертизы, вы можете прийти, все нас заснять, мы ответим на ваши вопросы. Денсаулық сақтау басқармасының жауабы осыған ұқсас. Іспен санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті де айналысып жатыр. Кеше денсаулық сақтау министрлігі өкілі Талдықорғанда осыған ұқсас жағдай болғанын, ол азаматтың вакцинадан қайтыс болған болмағаны зерттеліп жатқанын айтқан. Елде коронавирус екпесінен көз жұмған адам ресми түрде тіркелмеген. Манас Қайыртайұлы, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс.